Сәлеметсіздер қадірмен көрермен, IT сервис KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздер ремонтқа келіп түскен телефон ол Huawei P30 Lite, P30 Lite деп айтып жатады. Моделі MAR LX1M екен. Мына жерде келіңіздер, Use me Google account instead дейік. Мына жерде пин-кодын жазып тұр, пин-кодын біз білмейміз. Яғни келген мәселесі телефон Google аккаунтқа түсіп қалған. Және Android айтқанда Umation UI 9-да 1 ма немесе 10 ба сондай болу керек. Жаңылыспасақ Android 10 болу керек бұнда. Өйткені ішінде нелері жаңарған түрлері тұр. Енді егер сіз осылай телефондарыңыз солай Google аккаунтқа түсіп қалған болса, онда үй жағдайында бұл бағытта қалай ашуға болатындығын осы видеодан көресіздер. Бізде тіл енді ағылшын тілінде тұр. Мінекей ең артында қайтамыз. Back, Қазақстан, английский, Energical деп тұр. Мінекей оны қалай тексереміз? Жылдызша решетка 135, 79, 46, решетка жылдызша десек, ол бізден Unlock the device to continuous деп сұрайды ол бізден. Енді ол деген сөз телефон версиясы сол Android 10 немесе 9 болады. Umation UI 9 не 10. Енді біз не істейміз? Телефонды өшіреміз. Енді қалай ашуға болады? Осыны көретін боласыздар қазір үй жағдайында. Енді бұл біз несін қарап көрген кезде версияларына қарағанда жаз айындағы не екен? Обновление екен ішіндегі. Безопасный патч деген сияқты. Соңғысы ма, соңғысы емес пе, онысын біз қарамадық. Бірақ енді сіздерде де осы біздің P30 Lite-тың біздегі версиясы болса, сіздерге көмегі тиер. Көмегі тимесен басқа жолын қарайсыздар. Енді біз не істейміз? Біз плюспен өшіріп қосуды басып тұрамыз. Huawei деп жаңған кезде өшіріп қосуды жібереміз. Huawei деп жаңған кезде плюсті басып күтіп тұрасыздар. Мінекей енді мына жерден басып күтіп тұрамыз енді осылай. Мінекей және ол бізден recovery менюшқа қояды. Мінекей бұл жерде ол сұрап тұрғаны. Бұл жерде біз не істейміз? Clear dataға басамыз, factory reset. Және бұл жерге yes деп жазамыз. Және factory reset таңдаймыз да, және телефонда бір рет hard reset жасаймыз ішінен. Басқа нелері бар, қазіргі кезде ең соңғы версияларында қалай жасауға болатын. Енді мұнда ондай резервный копия арқылы Google аккаунтты біз шығаратын боламыз. Ол үшін сіздерге e-recovery арқылы кіріп, бізде recovery болса, ол қарапайым, яғни обычный recovery болса, ол e-recovery деген болады. Сол арқылы жаңағыдай резервный копированияға кіруге болады. Бізде қазір бұл осы жолмен кіреді. Өйткені біз оны бір қарап көрдік. Сөреден алдын негізінде видеон. Ол болған соң сіздерге осыны көрсетіп жатырмыз. Енді бұл жерде біз не істейміз? Wipe cache partition дегенде де жасай жібере саламыз. Енді артқа қайтамыз back. Енді бұл жерден update mode деген таңдайсыздар. Recovery mode. Және ол жерден emergency backup, резервный копирование, continuous. Енді кішкене күтеміз. Егер бұл телефон, енді бұл біріншіден мастерлерге арналған, және телефон жүндемейтін кісі болсаңыз да болады. Енді бұның ішіндегі енді біздің жағдайда қазір енді ішіндегі ол жаңа бізде Wi-Fi-ға қосылып тұрды ғой. Сол Wi-Fi-ға қосылып тұрған Wi-Fi өшіп кетеді. Яғни ол памятінде сақталмайды. Wi-Fi-ға қайтадан қосуыңыз керек. Ал енді біздің жағдайда, біздің елде, Қазақстанда Wi-Fi-ға кіру жолы өте қиын. Өйткені қиын деппін ғой жаңағыдай. Сим-карта арқылы, мегабайт сим-карта арқылы қолдана алмаймыз. Өйткені сіз егер ремонт істейтін болсаңыз, телефон жөндейтін адам болсаңыз,
егесінің номері жоқ болып қалса ішінде, және ол номерде мегабайт болмаса, номер болғанның өзіне номерде интернет болмаса, онда сіз оны жасай алмайсыз. Бірақ бізде басқа жолы бар, соны көретін боласыздар. Енді бұл жерден біз не істейміз? Backup дегенді басамыз. Бұл жерде here здесь деген болады. Егер сізде енді орыс тілінде болған болса, орыс тілінде шығып тұрады. Және біз осылай Google Chrome'a кіреміз. Accept continuous, no thanks бұл жерден. Енді динозавр тұрны жерде, динозаврды ойнаймыз. Әрине енді ол қалжың. Ол қалды. Енді жоғары оң жақта 3 нүктеге басамыз. Бұл жерден біз settings деген таңдаймыз. Settings. Кішкене төменге түсеміз де. Ол жерден site settings. Яғни орыс тілінде болса настройки. Одағы настройға кірген соң, настройка site settings дегенге басасыздар. Бұл жерден location blocked деп тұрады, осыған басамыз. Және Android settings дегенге басамыз. Төменге кішкене түсеміз де. Google location history дегенге басамыз. Енді бұл жерде add аккаунт деп тұр. Енді аккаунт жаза алмаймыз. Жоғары оң жақта 3 нүктеге басамыз да View Manager деген таңдаймыз. Енді осылай Google Chrome'a кіріп кетеміз. Енді біз Google карта кешірім сұрайым. Бірақ Google картаға кірген кезде де, ол бізден sign in деп сұрайды, біз назад деген бір рет басамыз. Және Google Chrome'да ішінде Google картада тұрамыз. Енді Google картаға кіргеннің өзінде де ол бізден интернет жоқ болғандықтан біз қолдана алмаймыз. Бізге енді Wi-Fi-ға қосылып алу керек. Wi-Fi-ға қосылып алуымыз керек. Жоғарғы сол жақтағы 3 сызыққа басасыздар. Ол жерден Google Yards, яғни Google планета осыған басамыз. Және ол жерде Google Gallery, Google Play Store деп сұрайды. Ол жерден біз App Gallery деген таңдаймыз. App Gallery Huawei-дің және Google Play Store. Бұл жерде біз App Gallery деген басамыз. Ол жерде Next, Agree. Енді кішкене күтеміз де, ол ладингді өзі сұрайды, және ол интернет жоқ деп сұрайды, ояқын Networking Settings дегенге басамыз. Яғни Wi-Fi-дің настройкасы. Енді ол жерден бізге қарап тұрсақ, ол біздің Wi-Fi-міз шығады. Wi-Fi-ға басамыз. Өзіңіздің Wi-Fi-іңіздің кодын тересіздер. Wi-Fi-ға қосылады. Connect деген басамыз. Яғни жоғарда Wi-Fi қосылды. Бәрі де осылай деп тұра береді, біз артқа қайтамыз. Google картаның қажеті жоқ бізге. Артқа, тағы артқа, жоғары жақтан қайтқанымыз дұрыс. Бұл жақтан бір рет қайтамыз. Тағы бір рет. Тағы да бір рет. Енді не жерге consumer деген жерге quick shortcut maker деген таңдаймыз. Мінеке quick shortcut maker біріншісін таңдай салайық. Up to down сайтынан latest версияны деген таңдаймыз. Соңғы версиясы, последний версия, download, скачать. Ол бізден окей деп сұрайды. Окей, енді details, подробный орыс тілінде болса. Осыған баса саламыз. Ол ашылып қойды деймін. Енді cancel баса салайық. Жоғары оң жақта 3 нүктеге басамыз да, бұл жерден downloads деген папка бар екен. Міне, осы папкаға кіріп, quick short'ты тауып алсаңыздар болады. Егер де болмай жатса, қайтадан скачать етесіздер, open деп басасыздар. Downloads, quick shortcut maker, settings, allow app install, разрешит только этого источник, осы неге деген сияқты. Осыны басамыз да, install деген таңдаймыз. Installing. Қазір бізге қоңырау шалып жатқан сияқты. 1 минут. Мінеки енді open дегенді басамыз. Нерде окей деп шығып қалады. Біз мынаға окейға басамыз, болай басып береміз. Енді applications нерге set екі тағыламыз да, бір тіні өшіреміз. Және settings шыға қояды. Settingsқа басамыз. Нерге бір рет басып береміз. Және try. Осылай біз телефонның настройкасына кіреміз. Енді ол жерден бізге керек болатын settings'тың ішінде biometrics and password дегенді басамыз. Lock screen password. Ол бізден жаңа пин-код сұрап тұрған еді. Change unlock method дегенді басамыз. Және ол жерден паттерн таңдап келіңіздер. Паттерн. Графикалық код сызамыз. Үлкен L әрпін сызамыз. Қайтадан қайталаймыз. Done. Готово. Бұл жерде fingerprint, яғни отпечатка керек па деп отыр бізге cancel.
артқа қайтамыз. Келіңіздер, about phone. Телефон жайлы мәлімет көріп кетсек. Мінеке Android версиясы 10 екен, көрдіңіздер ғой. И build номер, P30 Lite, Kirin G110, Android Security, патч безопасность бірінші маусым екен. Яғни июнның 1-і 2020. Енді бұл қазір жаңарып кеткен шығар, бірақ онысын біз енді байқамадық, ол жаңартпадық әлі. Жарайды. Енді не істейміз? Бір рет қолтаймыз да, қайтып ашамыз. Және әлі әрпінсіз ашып көрсек, бұл ашылады. Енді осы тұрған күйінде телефонда перезагрузка етеміз. 3 секунд басып тұр деп шығып тұрады. Басып тұрамыз. Restart, touch store, restart. Бұл жерде біз next қылып жібереміз. Монтаждаймыз. Монтаждағанда енді видеоны тез өткізіп жібереміз. Сіздердің уақыттарыңызды алмау үшін. Қазір бізге адам келіп жатыр. Келесін сұрап көр. Бізден платеж сұрап жатыр. P30 Lite. Күтеміз. Мінеке телефон қосылды бізде. Бастапқы баптаудың барлығын өтіп шығамыз. Жарайды, ағылшын тілінде тұра берсін, егер ағылшын тілін түсінбейтін болсаңыз, біздің істегенімізді істеп отырыңыз. Енді біз өзіміздің Қазақстанды тауып аламыз. Қазақстан. Kuwait дейді. Next. I have to serve fully мақалай. Skip бұл жерден сим картаның қажет жоқ бізге. Wi-Fi-ға қосамыз. Ол бізден жаңа skip деп сұрап тұр ғой. Келіңіздер. Skip десек, бәрі өткізбейді, көрдіңіздер ғой. Сондықтан бәрібірден оны қосамыз. Яғни сенде skip деп шығып тұр ғой деп сұрап қалсаңыздар. Skip деп сұрап қалды ғой сенде деп сенбей жатсаңыздар, мінекі next. Next басамыз, күтеміз енді. Checking for updates дейді.
Және бұл жерден ол қазір бізден графикалық кодты сұрауы керек. Неке достар. Friends, my friends. Үлкен L әрпінсіз жібереміз. Және күтеміз не шығатын. Skip деп ол бізден шығу керек. Міндетті түрде оны көрген соң біздің каналға тіркеліңіздер. Subscribe please. Ағылшын тілінде көретіндер бар, орыс тілінде көретін кісілер бар. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Мына жерден forgot your password don't have Huawei. Және мына жерден later, яғни не сейчас, later. Еді Skype или skip. No thanks. Мына жерде later. Update мануалы, яғни обновить вручную деген таңдайсыздар, орыс тілінде болса. Яғни барлығынан не сейчас, далее, не сейчас, принимаю деп өтіп шығастыр болды. Next. Install no. Және телефон толықтай ашылып отыр. Телефон настройка. About phone. Mara LXM. Жаңаға көріп қойдық, оның барлығын. Және телефон толықтай Google аккаунттан ашылып отыр. Сонымен жаңа айтқанымыздай, егер видео пайдасы тиген болса, ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.